Сәлем достар, үй жағдайында мохито компотын қысқа дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ал кеттік достар. Бізге ең алдымен өрігіміз керек болады. Өріктің ортасындағы дәнектерін осылай алып тастайсыздар. Достар, мен бұл компотты 8 литрден 9 литрден бөліп дайындап жасап жатырмын. Менде осы өрігім қазір осы жерде 1,5 келідей өрік, және де 2 апельсин, 2 лимон, 2 лайм, және де мята жапырақтары қажет болады. Егер де сіздер көбірек 10-нан көп банкалардан жабатын болсаңыздар, мөлшерін көбейтіп аласыздар. Мені осылай турап аласыздар апельсин, лимон, лаймды. Енді 3 литрлік банкаларымызға бөліп салып аламыз өрігімізді. Және де мені достар, өрікті салып алғаннан кейін, енді үстінен 2 тілімнен апельсинімізді, қаласаңыздар 3-4 тілімнен салсаңыздар да болады. Дәмі өте керемет болады. Бұл компоттың аты бізде өрікті фанта деп аталады. Енді міне лайм, лимон және де мята жапырақтарын салып жатырмын. Қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Мята жапырағын қоспаймын десеңіз де болады, бірақ қоссаңыздар одан да күшті, өте дәмді, ерекше дәм береді. Енді үстінен қайнап тұрған суымызды құйып, 10-15 минут крышкасын жауып қойамыз. Достар, бұл компотта банкаларыңызды ешқандай парлап алмайсыздар, бірден жуып, кептіріп қойған банкаларға бірден дайындай бересіздер. Мен өзім банкаларды жуып, күннің астына, күннің нұры тікелей түсетін жерге қойып, қыздырып алдым. Мені 10-15 минут өткеннен кейін ішіндегі суларын қайтадан ыдысымызға құйып, газдың қатты отына қойып, қайнатып алатын боламыз. Қайнаған суымызды осы банкаларымызға қайтадан бөліп құямыз. Мен бұл 8 литрлік ыдысыма 200 грамдық бокалмен 5 бокал қант салдым. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет.